Мен сіздерге Мағауия Хамзиннің Шопан атты күйін орындап бермекпін. Бұл күйдің сатанның қосбасары дегенде сөз бар. Күй негізінен Ақтоғай өңірінің күйшілік үлгісіне жатады деп айтуға негіз бар. Тыңқылдатып тартатын сол арқаның шертпелерінің бірі. Күй қазіргі күнде сирек тартылады. Тіпті Мағауия Хамзин өмірден өткеннен кейін осы күйдің орындалуы, әсіресе сахнада орындалуы өте сиреп кетті десе де болады. Мен бұл күйді Мағауия Хамзиннің үн таспасынан үйрендім. Басқа орындаушылардың орындауын естіген жоқпын. Демек, Мағауия Хамзиннен кейін бірінші рет орындалғалы тұр десе болады. 20-25 жыл өтіп кетті бұл күйдің сахнада тартылмағанына.